Армысыздар, қадірменді Егемен ТV көрермендері. Бүгін біздің негізгі айтатын мәселеміз бұл әлем чемпионаты. Және әлем чемпионаты нағыз бел ортасынан асты. Қазір нағыз қызып жатқан шағы 3-ші тур ойындар өтуде. Өздеріңіз білесіздер, плей-оффқа шыққан командалардың есімдері де біртіндеп белгілі бола бастады. Бізде жалпы енді қандай командалар бір-бірімен кездесуі мүмкін? Осы мәселеге тоқтайтын болсақ, алғашқы бір қызықты жұбымыз пайда болды. Ол өздеріңіз кеше ғана байқап көрдіңіздер. Аргентина командасы 2-ші орын алып топтан шықты да, енді олар Франция командасымен кездесетін болады. Жалпы Франция мен Аргентинаның арасындағы текетірес бұрыннан ұзаққа созылып келе жатқанын барлықтарыңыз білесіздер, ғаламтордан оқығанда шығарсыздар. Тарихы бай, екі әлем чемпионатының фавориті осылайша бір-бірімен кездесіп отыр. Енді сонымен қатар бізде тағы да мықты ұжымдар бар. Англия, Бельгия сияқты командалар, Жапония, Колумбияның тобына түсейін деп отыр. Сондықтан да бұл топта Англия командасы қазір 2-ші орын алуға тырысайын деп жатыр. Өйткені арғы топта олар қарсы саналатын H тобында 1-ші орында Жапония тұр. Сондықтан да Бельгия менен Англия арасындағы ойында жеңімпазды анықтау өте қиын болайын деп тұр, шын айтқанда. Мінекей осындай қызықты ақпараттар бар. Ал әлем чемпионатында бізді таңғалдырған бұл шабуылшы Харри Кейн, Англияның капитаны, 5 гол соғып, қазір сұрмергендер көшінде лидер болып бастап тұр. 5 гол соқты. Оны қуып келе жатқан Криштиану Роналду да 4 гол. Ол Марокко қақпасына пенальти соға алмай қалды. Әйтпесе Харри Кейнмен теңесетін еді. Сонымен қатар Бельгияның шабуылшысы Ромелу Лукакуды атап өтуіміз керек, 2 ойында 4 гол соғып тастады. Енді ол Англияға қарсы ойында жалпы одан ары қарай плей-офф сатысында да бірнеше голдар соғып, Харри Кейнге әжептәуір бәсекелес болуы мүмкін. Сондықтан да биыл жалпы голдар өте көп соғылуда, пенальтилер саны өте көп, 16-дан асып кетті қазіргі күннің өзінде. Сары қағаз, қызыл қағаз да өте көп көрсетілуде. Сондықтан да осындай бір оқиғаларға өте көп, оқиғаларға бай өтіп жатқан әлем чемпионаты енді плей-офф сатысына өтеді. Сол плей-офф сатысы 30-ші маусымнан басталады. Ресей, Уругвай кездеседі, Франция менен Аргентина және Уругвай менен Португалия арасындағы кездесу болады. Сау, сәлеметті болыңыздар. Сіздер үшін қызмет еткен мен, Ермұхамед Мәулен.